Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым. Бүгін сіздерге банан пайдасы мен зияны туралы ақпаратпен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға лайк басып, тіркеліп, қолдауыңызды білдіріңіз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Бананның пайдасы. Бананның пайдасы мол. Жемістердің құрамына калий, фосфор, темір және де витаминдерге мол. Әсіресе В тобындағы витаминдерге бай. Тәбет пен ұйқы қашқан кезде, дене ісінген кезде бананның пайдасы көп. Банан кімге зиян? Бананның пайдасы көп бола тұра, оның кейбір адамдарға зияны да бар. Жалпы банан зиянды жеміс емес, тек кейбір ауру адамдарға немесе науқас адамдарға жеуге болмайды. Бананды көп жейтін адамдардың басы ауырып, ұйқысы келеді. Сондықтан бананды нормамен жеген дұрыс. Бүйрегі ауыратын адамдарға да бананды көп жеуге болмайды. Өйткені банан ағзадағы суды сыртқа шығарып жібереді. Ал бүйректе ағзадағы су жеткілікті болғаны қажет. Көк тамыр қабынған адамдарға бананды аз жеу керек. Алдында айтылғандай, банан адам ағзасындағы суды айдап шығаратын қасиеті бар. Ал ағзадағы су азайса, қан қоюланады. Соның кесірінен қан айналымы нашарланады. Диабетке шалдыққан адамдарға да бананды көп жеуге болмайды, себебі қандағы глюкоза көбейіп кетуі мүмкін. Асқазаны ауыратын адамдарға да бананды аз жеген дұрыс, себебі банан асқазанда ұзақ қорытылады. Салмағы көп адамдарға да бананды аз жеген дұрыс, бананның калориясы көп. Бүгінгі ақпарат сіздерге ұнаса немесе пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым. Қош сау болыңыздар.